Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік қайнатпалы креммен жасалатын мраморный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар. Қажетті заттардың тізімін төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен пирогымызға қосатын қайнатпалы кремді дайындап аламыз. Ол үшін 80 грамм жұмыртқаның сарыуызына қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осы массамыздың үстінен жүгері крахмалын қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Ең соңында сүтімізді құйып, тағы да барлығы жақсылап біріккенше араластырамыз. Оттың астын осылай орташа етіп жағып аламыз, ыдысымызды қойып, венчиктің көмегімен үздіксіз араластырып тұрамыз. Біздің заварной креміміз қазір қоюлана бастағанда түйіршік болып қалмас үшін осылай венчикпен үздіксіз араластырып тұруымыз керек болады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз осылай қоюлана бастады. Енді оттың астын сөндіріп кремімізді аламыз. Осындай өте нәзік, әдемі қою крем пайда болды. Енді осы креміміздің үстінен 30 грамм сары майымызды салып, майымыз ішінде ерігенше жақсылап венчиктің көмегімен тағы да бір араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін кремнің бетіне пленка жауып, толықтай суытуға қалдырамыз. Креміміз суығанша бисквиттің қамырын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаның үстінен қантымызды салып, массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ болып көпіргенше жақсылап араластырамыз. Бірінші миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз, одан кейін жайлап жылдамдықты қосып отырамыз. Менің видео рецептерім сіздерге ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жұмыртқа мен қантымыз осылай ағарғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да миксермен бір араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте қаймағымызды салып, миксермен тағы да біркелкі болғанша шайқаймыз. Алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымыздың үстінен қопсытқышты салып, осы ыдысымыздың ішінде бір араластырып жібереміз, және жаңағы сұйық массамыздың үстінен ұнымызды осылай 2-ге немесе 3-ке бөліп салып араластырамыз. Ұнның барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын болады. Енді осы қамырымызды диаметрі 24 сантиметрлік формамызға құямыз. Біздің жаңағы қайнатпалы креміміз суығаннан кейін кондитер қапшығына құйып аламыз. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай варенканы да осылай кондитер қапшығына салып, ыстық суға бір 5 минутқа қойып аламыз. Ең бірінші қамырымыздың үстінен қайнатпалы кремімізді видеода көріп тұрғандай ретпен осылай құйып шығамыз. Қайнатпалы кремді құйып шықтық, ал енді варенканы да видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 бұрыштың жиегімен осылай құйып шығамыз. Қазір біздің пирогымыз пісу барысында біздің қайнатпалы креміміз де осы варенкамызда пирогымыздың ішіне сіңіп өте әдемі болып тұрады. Варенка мен қайнатпалы крем пирогқа өте ерекше дәм беретін болады, сондықтан дайындап көріңіздер. Варенкамызды құйып болғаннан кейін пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыз осылай әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Пирогты міндетті түрде толықтай суытып 1 сағат тоңазытқышқа қойып аламыз. Өте керемет болып шығады. Бұл пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі енді аузыңызда еритін болады. Егер видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.